Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бірнеше күн бұрын ғана әлеуметтік желіде Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі Болат Назарбаевтың мүгедектер арбасына таңылып тіпті сөйлей алмайтындығы туралы видеолар тараған еді. Ал енді дәл осы Болат жайында сөз қозғаған белгілі қоғам қайраткері Арман Шораев былай дейді: Болат Назарбаев ешқандай аурумен, ешқандай қатерлі ісікпен ауырып жатқан жоқ. Бұның бәрі далбаса шалған спектакль, постановка. Біздің халқымыз кешірімді болғандықтан, олар өздерінің арам пиғылдарын іске асырып, бізді аясын деп осылай жасап отыр. Болат та оның балалары да мыңдаған қазақтардың көз жасы мен обалына қалғандарын білет. Олар осындай амалайламен өздерін жауапкершіліктен аман алып қалғысы келеді. Болат Назарбаев осыдан 7 ай бұрын қанды қаңтар кезінде елден қашып, өз аяғымен Қырғызстанның шекарасына өткен. Дәл сол баяғы қарны шартиған 1 килограмм салмағында түсірмеген Болат Назарбаев. Менде дәл солай мүгедектердің арбасына отырып, қолыма планшет алып, өтірік сөйлей алмайтындай бір нәрсе жазып отыра алам. Сондықтан Болат Назарбаев ешқандай да ауру емес, сап-сау, дейді Арман Шораев мырза. Ал сіз қалай ойлайсыз? Расында мұндай видеоларды таратып, елдің ықыласына бөленгісі келгені ме, әлде халықтың кешірімін алғысы келгені ме? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.